Сіздермен кино қалам. Бүгінгі біздің кино шолуымызда Испанияға аттанамыз. Испандықтар түсірген осы бір мықты детективті фильм Тело деп аталады. Достар, бұл фильм өте күтпеген оқиғаларға толы фильм. Сондықтан кино шолуда бір жерін түсінбей жатсаңыздар, комментарийға жазып тұрсаңыздар болады. Мен міндетті түрде жауап беремін. Олай болса кеттік. Фильм қолында фонаригі бар, қатты қорыққан орта жастағы бір ер адамның түн ортасында орманның арасында жүгіріп келуімен басталады. Ол жүгірген қалпы жол бойына атып шығады. Сол сәтте осы жолда келе жатқан жеңіл көлік ол адамды қағып кетеді. Келесі көріністе полиция инспекторы Хайме Пеняның үйіне хабарласып, жедел түрде ауруханаға келуін сұрайды. Инспектор Хайме ауруханаға жетеді. Ол жерде оны бірге жұмыс істейтін әріптесі күтіп алады. Бұл жерде жаңағы көлік астына түскен ер адам жатыр екен. Ол басынан ауыр жарақат алып ес-түссіз жатыр. Оның есімі Анхел Торрес, және ол моргта түнгі күзетші болып жұмыс істейді екен. Инспектор Хайме мен оның әріптесі моргқа барады. Моргта оларды тағы екі полицей қызметкер күтіп алып, не болғанын баяндап береді. Бейне бақылаудың жазбаларына қарап, Анхел Торрестің өзі қарап отыратын компьютер мониторынан бірдеме байқағанын көреді. Ол оны тексермек болып, моргтың үстіңгі қабатына көтеріледі. Арада 5 минут өткеннен кейін Анхел бірдеңеден шошып, моргтан шығып орманға қарай қашқан. Және жолай ол полиция кезекші бөліміне хабарласып көмек сұраған. Ол моргтың үстіңгі қабатынан не көргенін ешкім білмейді. Себебі ол жақтың бейне бақылау камераларын біреу өшіріп тастаған. Тек белгілісі, моргта жүрек талмасынан қайтыс болған Майка Вильяверде есімді әйелдің денесі белгісіз күйде жоғалған. Ол әйел өте ірі кәсіпкер әйел болған. Оның фармацевтикалық лабораториясы бар және көптеген ірі компанияларда акцияларда бар болып шығады. Ол сол күні ғана Америкадан іссапардан келген. Әйелдің балалары жоқ, бірақ артында Алекс есімді күйеуі мен екі әпкесі бір сіңілісі қалған екен. Оқиға күйеу Алекстің үйінде жалғасады. Екі әпкесі мен сіңілісі өлген бауырларын естеріне алып, ескі видеороликтерді көріп отырады. Ал Алекс болса бөлмесінде ұйықтап жатады. Ол үйінен әйелінің туыстарын шығара салысымен мотоцикліне отырып өзінің Карла есімді көңілдесінің үйіне келеді. Алекс Карлаға барлық іс бітті, екеуміз үшін барлығын істедім дейді. Оның барлығы деп тұрғаны әйелінің өлімі еді. Бір сәтте оған полициядан хабарласып, әйелінің мәйітінің жоғалғанын айтып, тез арада моргқа келуін талап етеді. Моргта инспектор Хайме Алексті тергеп сұрақтың астына алады. Әйелінің мәйітін кім ұрлауы мүмкін деген секілді сұрақтар қояды. Тергеу барысында моргқа Тапия есімді эксперт дәрігер келеді. Ол Алекстің әйелі Майка жүрек талмасынан қайтыс болғанын анықтаған дәрігер. Отырған полицейлер дәрігермен сөйлесу үшін бір сәтке бөлмеден шыққанда, Алекс дереу көңілдесі Карлаға қоңырау шалып, түнгі күзетші Анхел жатқан ауруханаға баруын өтінеді. Ол түнгі күзетші өлген әйелі жайлы бірдеңе біледі деп күдіктенеді. Дәрігер Тапия Алекстен әйелі жайлы сұрайды. Әйелінің жүрек талмасы Америкаға барған іссапардан да болуы мүмкін дейді. Инспектор Хайме әріптесі және дәрігер жеке сөйлесу үшін бөлек бөлмеге шығады. Дәрігер Тапия жүрек талмасын қандай да бір дәрінің көмегімен жасанды жасауға да болады дейді. Ол үшін мәйітті кесіп іш құрылысын тексеру керек дейді. Ал тексеретін мәйітті ұрлап кеткендіктен олар Алекстен көреді. Яғни Алекс әйелін дәрінің көмегімен өлтіріп, артынша ізін жасыру үшін әйелінің денесін ұрлап кеткен деп болжайды. Дәрігер мен инспектор Хайме әңгімелесіп отырады. Инспектордың 10 жыл бұрын Рут есімді әйелі қайтыс болған екен. Олар көлікте келе жатып жол апатына ұшырап, әйелі қайтыс болып, Ева есімді қыз екеуі аман қалған екен. Бөлмеде жалғыз қалған Алекс кенет мәйіттер жатқан келесі бөлмеде бір дыбыс естиді. Барса, әйелінің мәйіті жатқан бос орында әйелінен қалған жеке заттары бар қорап тұр екен. Ол қорапты біреу шкафтан сол жерге қойып кетіпті. Бір сәтте Алекс шкафқа қарап қалғанда, ол жерде әйелін улаған дәрінің флаконын тауып алады. Ол осы дәріні виноға қосып, әйеліне қалай бергені есіне түсіп кетеді. Алекстің әйелі Майка Вильяверде үлкен кәсіпкер әйел болғандықтан, Алексті өзінің лабораториясына директор қылып тағайындаған және Алекске билігін жүргізіп отырған. Виноға дәрі қосқан күні таңертең әйелі Алексті жұмысқа бармай қасында қалуын өтінеді. Бірақ Алекс айтқанынан қайтпай қояды. Сол кезде әйелі Майка өзінің лабораториясына қоңырау шалып, Алекс бүгін жұмысқа келмейді. Ол бүгіннен бастап жұмыстан шықты дейді. Оған көңілі түскен Алекске қарап қатты күліп, артынан қалжың екенін жеткізеді. Алекс дәулетті әйелінің қуыршағына айналғанын көріп, осындай күнәға барады. Ол дәрінің бос флаконын бұл жерде қалай тап болғанын түсінбей әлек болып тұрғанда, Хайме мен әріптесі келе қалады. Ол дереу флаконды қалтасына тығады. Хайменің әріптесі әйелдің жеке заттарының арасында телефонның жоғалғанын айтады. Хайме Алексті тінтіп қалтасынан дәрінің флаконын тауып алады. Алекс оны жерден тауып алдым дейді. Кейін ол әжетханаға баруым керек деп сылтауратып, сол жерден көңілдесі Клараға қоңырау шалады. Алекс Клараға біреу бірдеңе білетінін жеткізеді. Дәрінің флаконын бұл жерге білетін біреу әкелгенін айтады. Ал Клара болса түнгі күзетші Анхел жатқан ауруханаға барып, оның әлі ес-түссіз жатқанын айтты. Телефонмен сөйлесіп болған соң Алекс қолын жуып тұрғанда, дәретхананың терезесінен бір дыбыс естиді. Барып қараса, біреу конверт қалдырып кетіпті.
Конверттің ішінен бір ресторанның аты мен мекен-жайы жазылған қағаз шығады. Қағазды аударып артын қараса, ол жерде "Мен көзімді жұмып жатсам да сен қасымдасың" деген жазуды оқиды. Бұл ресторанға Алекстің марқұм әйелі кешкі асқа бұрын жасап қойған болатын. Бірақ дәл сол күні Алекс жұмысты сылтауратып, үйге кеш келеді де ресторанға бармайды. Сол түні оның телефонына Кларадан дәл осы SMS келген еді. "Мен көзімді жұмып жатсам да сен қасымдасың" деген. SMS келген сәтте оның әйелі де ояу жатқан еді. Осыны есіне түсірген Алекс қатты қорқады. Ол конвертті ешкім көріп қоймасын деп, қағазымен жыртып унитазға ағызбақ болады. Бірақ унитаз істемегендіктен шайнап жұтып қояды. Келесі көріністе Хайме оған вентиляциялық құбыр жолын көрсетеді. Ол құбыр тікелей ғимараттың шатырына дейін барады екен. Әлдекім осы құбырды бұзып ішке кіріп әйелінің денесін ұрлап кетуі мүмкін дейді. Және осы жерде күнтізбенің уақытын 2012 жылдың 20 наурызына өзгертіп кетіпті. Сонымен қатар бұл жерден шығатын жалғыз есіктің кодын да осы күнге өзгертіп кетіпті. Хайме Алекстен "Бұл дата саған таныс па?" деп сұрайды. Алекс "Жоқ" деп жауап береді. Бірақ бұл күні Алекс көңілдесі Кларамен танысқан күн еді. Және осы датаны ол лабораториясындағы жеке кабинетінің есігіне код қылып қойған болатын. Ол кодты өзі және марқұм әйелі білетін. Хайме, Алекс және бірнеше полицейлер болып лифтімен төмен түсіп келе жатқанда кенет лифт тоқтап қалады. Барлығы лифттен шығып келе жатқанда Алекске Клара қоңырау шалады. Алекс тұтқаны ала салысымен әйелі Майканың тірі екенін айтады. Ол Клараның жазған "Көзімді жұмып жатсам да сен қасымдасың" деген сөзін тауып алғанын айтып, есіктің коды жайлы баяндайды. Бұл ақпаратты екеуінен бөлек тек марқұм әйелі Майка ғана біледі. Осы сәтте Алекс Клараның аты жөні жазылған қағаз тауып алады және алыстан өзінің марқұм әйелінің бейнесін көргендей болады. Алекс Клараға марқұм әйелі тірі екенін айтып, ол осылай ойнап өшін алып жүр дейді. Клараға абай болуын өтініп телефонды қояды. Осы сәтте инспектор Хайме Алекстің әңгімесін тыңдап тұрған екен. Ол дереу Алекстің телефонын алып, сөйлескен нөмердің кім екенін базадан қарап білмек болады. Бірақ Клараның нөмері тіркелмеген, кім екенін біле алмайды. Кейін инспектор Хаймеге Алекстің қалтасынан тауып алған флаконның сараптамасын көрсетеді. Ол дәріні адамға берсе, адам біраз уақыттан кейін жүрек талмасына ұшырайды екен. Осыдан кейін Хайме Алексті полиция бөлімшесіне апарғанша бөлек бөлмеге қаматып тастайды. Алекс сол бөлмеде отырған кенет бір телефонның қоңырауын естиді. Ол қоңырау келесі мәйіттер жатқан бөлмеден шығып тұр. Барса, Хавьер Алонсо есімді өлген адамның мәйітінің қасында белгісіз телефон қалдырып кетіпті. Және сол телефонға әйелі Майкадан қоңырау келіп тұр. Алса ешкім сөйлемейді. Қайта қоңырау шалса, Арабеска деген ресторанда жұмыс істейтін бір қыз алады. Ол Майканың телефонын кешкісін тауып алғандарын айтады. Сөйтсе, бұл Майканың телефоны емес, жай переадресацияда тұр екен. Алекс марқұм әйелі Майка екеуі осы ресторанға бірге барған кезін еске алады. Сол кезде Майка ресторанда бір ер адаммен сөйлескен болатын. Және ол сол ер адамды Майкаға көмектесіп жүр деп ойлайды. Сосын мына жерде жатқан мәйіт Хавьер Алонсоның да кім екенін білгісі келіп, Клараға хабарласады. Ол Майканың телефоны туралы, мәйіт және ресторан туралы бәрін Клараға айтып береді. Және одан осылар туралы біліп көруін өтінеді. Инспектор Хайме 10 жыл бұрынға өлген әйелі мен қызы үшеуі апатқа дейінгі жүрген кездерін еске алып, жылап алады. Хайме Алексті тағы тергеуге алады. Ол Алекске әйеліңді дәрінің көмегімен өлтіріп, денесін ұрлап кеттің деп айып тағады. Және 3 ай бұрын әйелі Алексті аңдау үшін детектив жалдаған екен. Ол Алекс қайда барып не істеп жүргенін барлығын аңдып отырған. Майка күйеуі көзіне шөп салғанын білсе керек, неке шартын қайта қарап бастаған екен. Ол жерде Майка Алекске ешқандай мүлік қалдырмайтыны белгілі. Хайме Майканы байлық үшін өлтірдің дейді. Және жалдаған детективтің есімі Хавьер Алонсо екен. Оны естіген Алекс аздап шок болып, инспекторды мәйіттер жатқан бөлмеге апарады. Ол телефонды тауып алған мәйітті көрсетіп, аты жазылған қағазды инспекторға береді. Бірақ ол жерде Хавьер Алонсо емес, Диего Агилар деген мүлдем басқа адам жатқан болып шығады. Алекс түк түсінбей басқа да мәйіттерді тексере бастайды. Бірақ Хавьер Алонсо жоқ болып шығады. Полицейлер Хавьер Алонсоның үйіне адам жібереді, бірақ оны таппайды. Алекс Карлаға қоңырау шалып, Хавьер Алонсоның детектив екенін айтады. Карла болса белгісіз біреу есігінің алдына флешка тастап кеткенін айтады. Флешкада Алекс екеуінің бірге жүрген кездерінің суреттері бар болып шығады, және ол ғана емес, телефонмен сөйлескендерін де жазып алған екен. Алекстің Карлаға Майканы қай күні өлтіретінін айтқаны жайлы анық жазылған. Аудио жазбаны естіген Алекс Карлаға осының бәрін Майка істеп жүргенін айтып, дереу үйден аулақ кет дейді. Әйтпесе оны да өлтіру мүмкін екенін айтты. Карла үйінен шыққанда белгісіз көлік оған қарай үлкен жылдамдықпен келе жатады. Осы сәтте байланыс үзіледі. Алекс шыдай алмай инспектор Хаймеге барлығын мойындайды. Ол Кларамен өзі сабақ беретін медицина факультетінде танысқанын айтады. Клара сол факультеттің студенті екен және ол түнгі күзетші жатқан ауруханада жұмыс істеген екен. Алекс Кларамен бірге болу үшін ажырасқысы келгенін айтады. Бірақ Майка оны ештеңесіз қалдыратын еді. Сосын ол байлық өзінде қалу үшін Майканы өлтіру керек деп шешеді. Бірақ Майка тірі қалғанын айтады. Майка дәрі қосылған виноны ауыстырып ішуі мүмкін дейді. Осы сәтте Хаймеге Алекстің үйін тінтіп жүрген әріптесі қоңырау шалады. Олар оның үйінен моргтың толық сызбасын тапқан. Оған қоса киім, етік және тіркелмеген тапанша табады. Сосын Хаймеге түнгі күзетші Анхель Торрес есін жинағанын айтады. Анхель сол түні не болғанын баяндап береді. Ол алдындағы монитордан камералардың бірінен соң бірі өшкенін көреді. Сосын тексермек болып үстіңгі қабаттарға барады.
баштады. Кенет мәйіттер жақтан бір дыбыс естиді. Барып тексерсе, бір адамның денесі орнында жоқ болып шығады. Күзетші дәлізге барады. Ол жерде лифтте Майканың отырған денесін көреді. Ол Майкаға сөйлеп көріп еді, Майкадан жауап болмады. Сосын лифттің есігі жабылып қалады. Күзетші бірден полицияға хабарласып келулерін сұрайды. Сол сәтте лифттің есігі қайта ашылып, ішінен белгісіз бір адам шығып күзетшіні тапаншамен ата бастайды. Сол жерден табылған тапаншаның оғының гильзалары Алекстің үйіндегі тапаншамен сәйкес келетін болып шығады. Инспектор Алекстен Майканың денесін қай жерде жасырғанын сұрайды. Алекс болса Майканың тірі екенін дәлелдеп әлек. Майка осының барлығын жоспарлаған дейді. Оған Хавьер Торрес моргтен қашуына көмектесті дейді. Инспектор оған сенбей Алексті бөлімшеге алып кетпек болады. Жолай Хаймеге Майканың денесін тапқандарын айтады. Олар орман арасына Майканың денесін қазып алып шығады. Мәйітті алып шыққаннан кейін Хайме Алекске Клара есімді қызды таппадық дейді. Алекс берген мекенжайда Клара тұрмақ түгілі, ол үй жылдар бойы бос тұрған екен. Және көршілері де ешқандай Клара есімді қызды танымаймыз депті. Алекс өзі сабақ берген факультетте де Клара есімді студент мүлдем жоқ болып шығады. Тіпті ауруханада да ондай қыз істемеген екен. Хайме әйеліңді өлтіруге батылың бармай, ол қызды ойдан шығардың деп Алексті айыптайды. Алекс не ойларын білмей тұрып қалады. Кенет ол Хаймені басымен бір соғады да өз орманға қарай қаша жөнеледі. Біраз жүгірген соң ол өзін жайсыз сезініп жерге құлайды. Хайме болса қуып жетеді. Алекс өзіне не болғанын түсінбей әлек. Сол кезде Хайме 10 жыл бұрын апаттан қайтыс болған әйелі жайлы айта бастайды. Ол әйелі қызы үшеуі бағдаршамның жасыл жанғанын көріп көлігімен жүре бергенде, олардың жанына басқа бір көлік келіп қатты соғады. Соққыдан Хайменің көлігі бірнеше метрге ұшып кетеді. Ал әйелі Рут болса ауыр жарақат алып ес-түссіз отыр. Хайме өздерін соққан көліктен көмек сұрайды. Олар болса тоқтамай қашып кетеді. Хайменің әйеліне уақытында жедел жәрдем шақырса аман қалады екен. Бірақ оларға көмек кеш жеткен. Хайме соққан көліктің нөмірін жаттай алмай қалған екен. Бірақ артында отырған кішкентай қызы соққан көлікте ілулі тұрған қағаздағы жазуды есіне сақтап қалған екен. Ол жазуда Авалон деген қонақ үйдің аты жазылған екен. Кейін Хайме сол қонақ үй арқылы соққан адамдардың кім екенін біліп алған. Оларды соққан көлікте Алекс пен оның әйелі Майка болған. Алекс рөлде болған. Екеуі ішіп алып Хаймені соққанда Майка Алекске қаштық деп екеуі көлікпен оқиға орнынан қашып кеткен. Содан кейін Хайме Алекске қызының фотосын көрсетеді. Есімі Ева екен. Хайме көрсеткен фотодан Алекс өзінің көңілдесі болып жүрген Клараны көреді. Сөйтсе ол Клара емес, шын есімі Ева екен. Бірақ Ева анасын өлтірген адамдар шынымен де Алекс пен әйелі Майка екеніне толық көз жетпеген. Сондықтан да ол алдымен Алекспен жақындасқан. Қатты жақындасқаннан кейін Алекс Еваға бәрін мойындап айтып береді. Сол сәтте Ева әкесі екеуі жоспар құрып, Алекске әйелін өлтіргізіп, кейін Хайме оның денесін моргтан ұрлап кетеді. Алекс Еваның айтқан әрбір сөзіне сенеді. Детектив бізді суретке түсіріп, артынан телефонындағы әңгімемізді жазыпты дегеннің барлығын Ева өзі істеген болып шығады. Және Алекс Еваның қасында болған түні оған әйелінің мәйіті жоғалғаны туралы полиция хабарласады. Алекс полициямен сөйлесіп тұрғанда Ева оның ішімдігіне Майканы өлтірген дәріні қосып береді. Ештеңе сезбеген Алекс оны ішіп алады да ары қарай моргқа кетеді. Ол дәріні ішкеннен кейін шамамен 8 сағат өткеннен соң адам жүрек талмасына ұшырап өледі екен. Дәл қазір Алекс сол дәрінің әсерінен жерде жатыр және 8 сағат өтіп кеткен. Оның санаулы минуттары ғана қалады. Оның көзі жұмылады. Және осымен телефильм осылай бітеді. Достар, фильм сіздерге қалай, өз ойларыңызбен бөлісе кетсеңіздер, және сіздерге өтінішім арнамды қолдап тіркеле кетсеңіздер, және осы роликті достарыңызбен бөлісе кетсеңіздер, алғыс айтар едім. Ал мен болсам сіздерге таңдаулы, қызықты детективті фильмдерге киношолу жасап жүре беретін едім. Сау, сәлеметте.